Көркем қызым, бауырсақ қазақтың ұлттық тағамы. Бауырсақты бидай ұнынан ашытып, түрлі үлгіде кесіп, қыздырылған майда пісіреді. Бауырсақты пісіру үшін өсімдік майы немесе малдың майы қолданылады. Бауырсақтың қамырын дайындау үшін бізге ұн қажет, және жылы су, жылы сүт болса да болады. Және де қаймақ керек бізге. Құрғақ ашытқы қосамыз. Қазақтың той, мереке дастархандары бауырсақсыз өтпейді. Бауырсақ қазақтың дастарханының сәні. Бауырсақ бидай ұнынан ашытылып жасалынғандықтан, ол өте тойымды, дәмді болады. Ыстық бауырсаққа сары май қосып жесең, дәмді болады. Бұл ыстық бауырсақты балалар ғана емес, ересек адамдар да өте қатты жақсы көреді. Бауырсақтың түрлері өте көп болады. Мынау шелпек деп аталады, шелпек түрінде пісіріледі. Және де дөңгелек формасында болады. Төртбұрыш үлгіде кесіп дайындайды. Бізде оңтүстік Қазақстанда бауырсақты төртбұрыш үлгіде кесіп дайындалса, біздің шығыста дөңгелек үлгіде кесіп дайындайды. Және де қытырлақ бауырсақ деген түрі де болады. Жеп көресің бе? Жеп көресің бе бауырсақты? Бауырсақ қазақтың дастарханының сәні. Сен өскенде осының бәрін өзің пісіретін боласың, иә? Қыз бала барлығын білу керек. Қандай әдемі бұл. Тоқтауды ана жерге қояйық. Ала қой бауырсақ.